Және қайталап айтамыз, бауырлар, еліміз тыныш, жұртымыз аман. Мен қазір бір нәрседен қорқам. Өйткені уақытында салафиттер көп болған кезде, басында аз болды олар. Аз болған кезде олардың ауыз бірліктері күшейіп кетті. Кейін көбейді олар. Салафиттер көбейді. Бүткіл өңірлерде бар. Сол кезде олардың ішінде фитна түсті. Біреу матхалит болды, біреу суррит болды, біреу тағы бірдеңе болды. Бөлініп бір-бірін мойындамай сондайға өтті. Мен кейде ойлаймын, қазір байқаймын, ханафи жамағаттар көбейіп келатыр. Саны көбейіп келатыр. Бірақ екінші қорқатыны болашақта бізде бөлініп кетемін бе деп қорқамын. Ерсіннің жамағаты, Батыржанның жамағаты, Сансызбай ұстаздың жамағаты, Арман Қуанышбаевтың жамағаты. Анаяқта Чубақ қажының жамағаты пайда болып отыр қазір елде. Чубақтың жамағаты. Тағы кім бар? Сондай бола ма деп қорқамын. Құрметті момындар, ондай жамағатқа жол болмайды.